Жай сөйлем мен құрмалас сөйлем. Тілден асқан байлық жоқ, сөйлей білсең жарқырарсың. Сөйлем құрап айта біліп, білім менен марқаярсың. Балалар, бүгінгі сабағымызды бейнероликпен бастайық. Әдептілік қалыптасқан ұлттық мәдениеттің белгісі және ұлттық қазақи тәрбиенің ізгі бастауы. Игі әдеттен әдет ғұрып қалыптасып, одан әдеп пайда болады. Қазақ халқы қашанда үлкенді сыйлап, кішіге ізет көрсеткен халық. Міне қызық, мәтінде барлық сөйлем құрмаласып тұр. Қалай? Сонда олар құрмалас сөйлем бола ма? Иә, сөйлем құрылымына қарай екіге бөлінеді: жай сөйлем және құрмалас сөйлем. Жай сөйлем бір немесе бірнеше сөзбен, сөз тіркестерінен құралып, тиянақты бір ғана ойды білдіретін сөйлем. Ал құрмалас сөйлем екі немесе бірнеше жай сөйлемнен құралып, күрделі ойды білдіретін, мағыналық жағынан өзара байланысты бір тұтас сөйлем. Қазір мен саған жай сөйлемдер айтам, сен ол сөйлемдерден құрмалас сөйлем құрап көр. Қане көрейік. Биыл қар кеш жауды, шана жолы кешең түсті. Биыл қар кеш жауып, шана жолы кешең түсті. Дұрыс, жарайсың Дана. Балалар, бейнеролик не жайлы екен? Бейнеролигіміз жай және құрмалас сөйлем жайлы екен, иә? Осыған байланысты мына кестеге назар аударыңдаршы. Екі жақта қандай өзгешелік байқап тұрсыңдар? Иә, сол жақ бетте сөйлемдер бір ғана сөйлемнен тұр, ал оң жақ бетте екі сөйлемнен құралған. Келесі жай және құрмалас сөйлемге берілген ережені дәптерімізге көшіріп аламыз және есте сақтаймыз. Келесі берілген суреттерден жай сөйлем құрап көрші, және құраған екі жай сөйлемнен құрмалас сөйлем құрастырып көр. Жауабыңды салыстыр. Дәл осылай келесі суреттерден де сөйлем құрастырып үйренейік. Жарайсыңдар балалар, енді келесі тапсырмаға өтейік. Жалғасын тап топтық жұмыс ойыны. Сендерге әртүрлі жай сөйлемдер береді, содан күрделі құрмалас сөйлем құрап жазуларың керек. Мысалы, бүгін ауа райы бұзылды, сондықтан біз сабаққа бара алмадық. Үй тапсырмасына 56-шы жаттығуда берілген мәтіннен құрмалас сөйлем мен жай сөйлемдерді екі бағанға бөліп жазып келіңдер. Келесі рефлексия жүргізсек. Баспалдақ әдісі. Сабақтан алған әсерімізді 3 сатыдан тұратын баспалдаққа қолымыздағы стикермен белгілейік. Келесі кездескенше сау болыңдар.